Ассалаумағалейкум қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз сіздерге дәл осындай үйдің түс қағазын жабыстыруды көрсетеміз. Түс қағазымызды жабыстыру үшін бізге ең бірінші керек болатыны тегістігін шығару үшін уровень дейді орысша. Осыны валик деп қоямыз. Су, одан кейін грунтовка дейді, одан кейін шелек, одан кейін бізге шпатель, сосын арнайы клейді құйып жағуға ыңғайлы ыдыс, одан кейін пышақ, өткір болу керек, одан кейін метр керек, одан кейін арнайы осы түс қағазды жабыстыруға арналған желім. Одан кейін әрине осы желімді араластыруға өте ыңғайлы миксер керек болады. Міне осы құрал саймандарыңыз болса, түс қағазды жабыстыра беруіңізге болады деген сөз. Ендеше жұмысты бастаймыз. Енді кезекте біз қабырғамызға төсеме бояуды, яғни грунтовкамызды тегістеп жағуымыз керек. Өзіңізге керекті мөлшерде ғана алып қолдану керек. Ал олай болса бастайық. Тегістеуші әрі қабырға бетін қатырушы сұйықтықты төменнен жоғары қарай жағамыз. Жұмысқа ыңғайлы болу үшін білікшені, яғни валикті қолданған жақсы. Міне дегенше біз де тегістегіш бояуымызды жағып болдық. Арнайы желімізді дайындай берейік. Ол үшін бізге су керек. Міне біздің 6 литрлік суымыз дайын. Енді осыны ыдысқа құяйық. Желімді араластырудың өзіндік тәсілі бар. Алдымен шелекке суды құйып алып, одан кейін құрғақ желім түйіршіктерін ақырын сеуіп отырып, миксердің көмегімен араластырып отыру керек. Егер желімді бірден құя салсаңыз, ол әртік-әртік болып араласпай қалады. Сондықтан сақ болыңыз. Біз түс қағазымызды қабырғаға бұрыштан бастағалы тұрмыз. Ол үшін бізге бірінші деңгейдің көмегі қажет болады. Осы деңгейдің көмегімен бізде енді лазерлі деңгейіміз жоқ. Сондықтан да осы деңгеймен бұрышымыздың теңістігін шығарып аламыз. Ал біздің түс қағазымыз 53 сантиметрлік түс қағаз. Біз осы 53 сантиметрді өлшеп алғаннан кейін дәл осы жерден мынаны ескеру керек. Біздің қабырғамыз соншалықты түзу емес, сондықтан да біз түс қағаз жабыстырған кезде түзу болу маңызды ғой. Сондықтан да түс қағазымызды дәл осы жағына асырамыз. Бізге шамамен біз 50 сантиметр деп ала берсек болады. Біз осы жерден 50 сантиметрімізді сызып алайық. 50 сантиметр сызып алдық. Енді бізге деңгей қажет. Деңгейіңіздің ұзын болғаны жақсы. Енді бұны қалай өлшейміз? Көрсетеміз. Деңгейімізді дұрыстап қойып алдық. Енді сызуымыз керек. Сызған кезде де ескеретін дүние, бұл біздің сызған қарындашымыздың сызығы екі обойдың жалғанатын жеріне келетін болғандықтан, кейін екі обой жалғанған кезде клеймен араласқан біздің мына бояғымыз екі ортада қап-қара болып дақ болып қалмау керек. Сондықтан да біз бұны қатты батырмай, бізге көрінетіндей ғана дәрежеде сызуымыз керек. Құрметті көрермендер, біздің желіміміз міне қоймалжың болып дайын болды. Енді кезекте біздің қабырғамыздың биіктігі 250 сантиметр. Соған лайықтап біздің түс қағазымызды кесуіміз керек. Ол үшін бізге бұлай жайып алған жақсы. Енді метрімізбен өлшеп кесеміз. Шамамен 253, 54, 55 деп алсақ та болады. Енді біз 253-тен өлшеп құя берейік. Бұл тәсілді көрсетіп кетейін. Ешқандай пышақтың қажеті жоқ. Бұлай сырғытып отыратын болсаңыз, түс қағазды кесуге болады. Міне, керек түс қағазымызды кесіп алдық. Біз түс қағазымызды өлшеп кесіп алдық. Енді кезекте желімізді осы түс қағаздың бетіне жағып шығуымыз керек. Оның себебі түс қағаз жабысуға өте ыңғайлы, қолайлы болып тұру керек. Кесіп алған түс қағазға желімді
білікшенің көмегімен тегістеп жағып шығамыз. Біз 5 кесілген бөлікке жақтық, ал одан кейін желімді қабырғаға жағамыз. Білікше жетпейтін тұсын кішкене щеткамен сүйкей саламыз. Жағып болғаннан кейін бір бөлігін дәл осылай, екінші бөлігін дәл осылай жабыстырып, былай қайырасыз, сосын былай қайырып мына жерге қойып қоясыз. Біз желіміз жақтық, енді тезірек түс қағазымызды жабыстыруымыз керек. Ең бірінші жаққан түс қағазымызды аламыз. Енді бізге керек құрал саймандар: арнайы пышақ, одан кейін пластмастан жасалған шпатель және темір шпатель керек болады. Ал онда бастаймыз. Дәл көрдіңіз бе, қолайлы, желінде жағылмайды. Енді мынаны былай аршып, мына жаңағы біз сызып алған сызық осы біздің түс қағазымыздың қырында тұру керек. Дәл осылай, міне осы қырына алып келеміз түс қағаздың қырын сызығымызға. Енді былай қарай шпателімізді алып жалғай былай енді төменгі бөлігін былай шығарамыз. Екінші қатардағы түс қағазымыздың жиегін бірінші жабыстырылған түс қағаздың жиегіне тақап, пластмас шпателімізбен жанына сырғытып отырып, қабырғамен түс қағаз арасындағы ауаны шығару арқылы жабыстырамыз. Қалған түс қағаздарды да дәл осылай бірінен кейін бірін желімдейміз. Біздің ендігі кезектегі жұмысымыз артық бөлікті ұқыпты бөлдіріп алмай кесіп шығу. Бұл кезекте мына пышағыңыздың өткір болғаны жақсы. Жаңа бөлігімен жұмыс жасайсыз. Жақсылап тақайсыз. Бұлай қоюға болмайды. Енді кесілген бөлікті ақырын алып тастайық. Міне, кесілген бөлігіміз алынды. Бұл енді бізге қажет емес. Шпателімізді алып, осылайша біз түс қағаздарымызды қабырғаға жабыстырып шықтық. Ебіңіз болса болғана, бұл жалғыз адамның да қолынан келетін жұмыс. Бүгін біз сіздерге үйдің түс қағазын жабыстыруды көрсеттік. Әдіс тәсілдерін айттық. Көріскенше аман сау болыңыздар.